Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін біз подкастымызда діни конфессиялар арасындағы толеранттылық тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта конфессияаралық және дінаралық диалогтың халықаралық орталығының сыртқы байланыс және ақпараттық жұмыстар департаментінің директоры Руслан Ибрай мырза келіп отыр. Бүгінгі подкастымыз пайдалы және болады деген ойдамыз. Енді Руслан мырза, сізге алғашқы сұрақты қоя кетсем, жалпы діни толеранттылық деген ұғымды қалай түсінеміз? Әрі бұл толеранттылықтың бүгінгі таңдағы маңызы қандай? Соған бір тоқталып өтсеңіз. Біріншіден, жалпы толеранттылық ол әрдайым маңызды. Қандай қоғамда болсын. Өйткені қоғамның дамуы, оның тұрақтылығы, оның ішіндегі келісім, ол әрбір қоғамда алға қарай жетелейтін, дамытатын үрдістер барлығы. Өзі жалпы толеранттылық түсінігін алатын болсақ, біз енді ол қазақ тілінде төзімділік деп аударамыз, төзімділік деп қолданамыз. Бұл дегеніміз басқаша ойдағы, басқаша ұстанымдағы, басқаша көзқарастағы адамдарды қабылдай білу, оларды түсіне білу деп айтсақ болады. Жалпы толеранттылық бұл әрдайым әрбір қоғамның бір айтылып кеткендей дамуындағы маңызды бір көрсеткіштердің бірі. Бүгінгі мынау еліміздің соңғы осы 30 жылда тәуелсіздік алғаннан кейінгі дамуы, алға қарай ілгерілеуі, осы тікелей осы Қазақстан қоғамындағы осы бір толеранттылық мәдениетімен тікелей байланысты. Діни толеранттылық бұл енді төзімділік дегенді білдіреді деп отырсыз, яғни енді мынанда қоса кетуге болады шығар. Тек қана төзіп қана қоймай, яғни өзгенің жаңағыдай діни ұстанымына, көзқарасына бір құрметпен, сыйластықпен жаңағыдай қарай алу деп айта аламыз. Ол сонымен қоса ол қабылдай білу да ғой ол жерде. Біз көп жағдайда төзімділік деген кезде бұл қазақ тіліне орныққан бір терминге айналды соңғы кездері. Бір кісілер мысалға бұны қонақжайлық деп аударады, бірақ қонақжайлықтың түсінігі басқаша кішкене. Қабылдай білу деп те бұны қолданса болады бұл жерде. Бірақ төзу мағынасында емес. Яғни біз көп жағдайда төзу сөзін алған кезде оны бір қандай да болып жатқан жағымсыз үрдістерге төзім мағынасында айтып жатыр, қолданып жатамыз ғой. Ол мағынада емес. Яғни ол көзқарастарды, ұстанымдарды қабылдай білу және соны ұстанымдарды осы қоғамның мынау бар екені, қоғамның ішінде болып жатқан бір үрдістер, процестердің ішінде мынау дамуға қолдана білу ғой. Рахмет, жақсы айтып кеттіңіз. Енді мынау қазір байқасақ, әлеуметтік желіде жаңағыдай TikTok-ты алып қарасақ та, Facebook-ты алып қарасақ та, Instagram әлеуметтік желіні алып қарасақ та, дін тақырыбында жалпы өте көп жаңағы мәселелер қозғалып жатады. Соның бірі әркім енді діни талас-тартысқа түсіп жататын азаматтар бар. Әртүрлі видеолардың астында комментарийлерді алып қарайтын болсақ, бір-бірін діни сеніміне тіл тигізу, төмендету, оның ар жағында бір-біріне агрессия көрсету, бұғау сөзге дейін кету, секілді әртүрлі дүниелерді байқап жатамыз. Енді бұл басым көпшілігі жастар екені байқалады. Бұдан бөлек енді мұсылман мен атеист болып, мұсылман мен тәңірші болып, тағы басқа болып деген секілді әртүрлі дискуссияларға, дебаттарға түсіп жататын жаңағы материалдарды көріп жатамыз. Осы тұрғыда жастарға не айтар едіңіз? Жаңағыдай әрине біз зайырлы мемлекет болғаннан кейін әркімде таңдау құқығы бар ғой. Ол мұсылман бола ма, атеист бола ма, агностик бола ма, христиан бола ма, тәңірші бола ма деген секілді. Дегенмен дәл сол сияқты өзгенің де сеніміне құрметпен қарай алу қажет қой жалпы. Енді бұл жерде жалпы қоғамның өзі күрделі құрылым. Оның ішінде әртүрлі күштер болады. Мысалға бір күшті алатын болсақ, бұл ішке тарту, бауырмашылдық бен жаңағы осы қабылдай білумен байланысты. Екіншісі сыртқа итеру деген екі үрдіс болады. Енді көп жағдайда біз бұндай сыртқа итеру деген көзқарасты қарайтын болсақ, өкініштісі бұл исламдық ағымдардың ішінде дәстүрлі емес ағымдардың тарапынан көреміз көп жағдайда. Яғни бұларда бұндай үрдіс байқаланады. Яғни қандай да бір мәселе туындаған кезде
бірден кінәлау, бірден айыптау, бірден қандай да бір мынау этикеткалар деп айтамыз ғой, соларды отырғызу, міне сен осындайсың, сендер осындайсыңдар деген жаңағы көзқарастарға шектен шығуға бейім көп жағдайда. Ал жалпы Қазақстанның өзі конфессиялық жалпы сипатын алатын болсақ, немесе бейнесін алатын болсақ, конфессиялардың ішінде қақтығыс жоқ деп айтсақ болады бізде, Қазақстанда. Яғни бұл біздің мемлекеттің осындай бір артықшылығы. Екінші жағынан, көп жағдайда мынау жастардың ішінде өзіңіз жақсы байқап отырсыз, бұл әлеуметтану ғылымы тұрғысынан да қарасақ болады. Жастардың бұндай мынау қиыр көзқарастарға бейім екенін байқауға болады. Яғни бір шектен екінші шекке қарай қозғалып кету деген секілді. Яғни не қатты қабылдау, немесе тіпті шектен шығып алыстату өздерінен деген секілді. Бұл жастардың ортасында байқалынады. Енді мынау әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері сезін тұрғысынан айтатын болсақ, бұл мәселені бізде осы соңғы жылда 2024 жылы басталған жақсы бір үрдіс бар. Бұл жас діни лидерлердің форумы өткізіліп жатыр сезін аясында. Осы кезде біз әрдайым аға буынның мынау толеранттылыққа деген, мынау бейбітшілікке, диалогқа деген ұстанымын осы ерекше екенін байқадық. Осы үрдісті жастарды тәрбиелеуде, жастарға бір насихат жасауда, қолдану мақсатында осы жас діни лидерлер форумы өткізіліп келе жатыр 2024 жылдан бастап. Бірінші бастамасы болды. Биыл бұйырса екінші жас діни лидерлер форумы өткізілейін деп жатыр. Осы секілді мынандай платформаларды қолдану арқылы осы бір-біріне деген төзімділік, бір-бірін қабылдай білу деген терең мағыналы қасиеттерді осы ұрпақтарға жалғастыра білу керек. Осындай бастаманы Қазақстан көтеріп жатыр. Соңғы міне 2 жыл өткізіліп келе жатыр десек болады. Рахмет. Жаңа енді өзіңіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Конфессия аралық бір-бірін жаңағы түсініспеушілік, қақтығыс деген жоқ деп. Жалпы осы елімізде мынау конфессия аралық қарым-қатынасты нығайту мақсатында қандай шаралар жүзеге асып жатыр, соған тоқталып кете аласыз ба? Бұдан бөлек енді біз елімізде 18 конфессия бар, 3000-нан астам діни бірлестіктер бар. Бұл бағытта жалпы даму қалай жүріп жатыр, ерекшелік қандай елімізде, соған бір тоқталып кете аласыз ба? Бүгін Қазақстанда жұмыс істеп жатқан конфессиялардың ортасында бір достық, бір-бірін қабылдай білу, диалог қалыптасқан қуана айтсақ болады. Бұл осы тәуелсіздік алған, Қазақстан алғаш тәуелсіздік алған жылдарынан бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан дәстүрге айналды. Жалпы айтатын болсақ, біздің Қазақстанда конфессиялардың діни ағымдардың деп айтайық, бір-бірінің ортасындағы достықты ол тікелей жаңағы саяси басшылықтың тарапынан жақсы жүргізіліп жатқан саясаттармен байланыстыруға болады. Өйткені мынандай мысал келтірейік. Адамдар бір-бірін таныған кезде, адамдар бір-бірлеріне жақсы қарым-қатынас орнаған кезде, көп жағдайда ол жерде диалог пен достық қалыптасады. Қазақстанның ерекше моделі ол бір дөңгелек үстелдің барысында осы конфессияларды жинау және де өзекті мәселелерге үн қосуға, диалогқа шақыру. Біз жаңағы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің сезін айтамыз ғой. Онымен қоса мемлекеттің ішінде де осыған байланысты іс-шаралар өткізіледі. Жалпы Қазақстанның бірлік күнін алатын болсақ, рухани келісім күнін алатын болсақ, осы іс-шаралар өткізілген кезде дөңгелек үстелдер, ірі конференциялар өткізіп жатады. Барлық Қазақстандағы конфессия өкілдері, ол конфессиялардың жетекшілері әрдайым бір үстелдің үстінде жиналынып, осындай өзекті мәселелерді талқылап жатады. Сонымен қоса мынау Таза Қазақстан акциясының барысында біз бірнеше рет осы конфессиялардың осы бір акцияларға қатысып, қайырымдылық акцияларына қатысып, әрдайым бір ортада жүргенін байқадық. Қандай да бір мынау қоғамда мазалайтын мәселелер болсын, әрдайым барлық конфессияның бір дөңгелек үстелде жиналып, әрдайым бір достық қарым-қатынаста екенін байқасақ болады. Енді бұл жаңағы жоғарыда аталып өткендей дөңгелек үстелдердің барысында, конференциялардың барысында, акциялардың барысында осы көрініс табады. Енді бұндай алаңдар ол тек қана бір қандай да бір өзекті мәселелерді
шешуге бағытталған кездесулер болмауы мүмкін. Сонымен қоса ол әрдайым көп жағдайда бір-бірін тануға бағытталады. Мынау өздерінің діни ілім тұрғысынан, діни сенімі тұрғысынан осы мәселелерге деген көзқарасты көрсеткен кезде көп жағдайда әртүрлі конфессиялар мен дін өкілдері ұстанымдары, рухани тұрғыдағы көзқарастары ортақ екенін, бірдей екенін көрсетеді. Яғни мүмкін осы Қазақстандағы осы конфессияаралық және дінаралық келісімнің бір моделінің ерекшелігі болуы мүмкін. Енді бұл тәжірибенің ерекшелігі бұл жаңағы Біріккен ұлттар ұйымында да зерттелінген тақырып. Сонымен қоса бізге үлкен ақш-тан осындай делегация қатысты конгресстен. Сол кезде осы кісілер осы мәселеге тікелей тоқталынды. Сонда айтты, Қазақстан моделін біз өзімізде де қолданып жатырмыз. Қазір мәселе бар жерлерде сол мәселенің төңірегінде түрлі конфессияларды бір ортаға жинап, осы мәселелерді талқылауға кірістік біз деп. Яғни бұл ерекше модельді қолдандық деп. Қазақстанның ерекшелігі де осы келісім. Керемет, рахмет. Жақсы, жалпы тоқталып өттіңіз. Қазақстандағы конфессияаралық қарым-қатынасты нығайтуда әрине бірінші кезекте жаңа өзіңіз айтқандай мемлекеттің саяси биліктің ықпалы өте зор. Жалпы барлығын осы бір жаңа столдың басына жинап, бір идеяның, бір мүдде, бір мақсаттың жолында жаңағыдай жұмыс жасап жатыр. Бұл біріншіден әрине бұл мемлекеттегі бірлік, татулық, тыныштық бір кепілі ретінде бұны да айта аламыз. Себебі тәуелсіздік алған жылдарда кезіндегі Американың басқан кезде, Американың президентінің кеңесшісі болды, Бреженский, жазбасам. Сол кісінің жаңа үлкен шахмат тақтасы деген кітабында да жазады. Қазақстан екінші Ауғанстанға айналуы мүмкін, жаңағы түрлі конфессия өкілдері тұрады, халық саны аз, жер көлемі үлкен, геополитикалық тұрғыдан алып қарастырып, бірақ осы сол кезде Қазақстан ары қарай тәуелсіз ел болып дамып кетуіне бір күмәнмен қарағандар болды, сыртқы жаңа сарапшылардың тарапынан, басқа тарапынан. Енді ең бірінші 93 жылы мысалы ата заң қабылданса, 92 жылы біздің ең бірінші дін туралы заң қабылданған екен, ата заңнан бұрын былай қарасақ. Яғни бұл саланың күрделі маңызды екенін білдіреді. Бұл жерде біздің жаңа ел болып ары қарай аяқтан тұрып кетуімізге осы діни ахуалдың тұрақты болуы маңызды. Бұл жерде тікелей кімге, жаңа конфессияларға бұның барын ретке келтіріп, бір дұрыс жүйеге қойып, дұрыс жаңағы неге жолға түсіре алу, әрине мемлекеттің үлкен жұмысы деп білеміз. Енді кішкене бұл жерге қоса өтсем мен, Қазақстанның осы конфессияаралық және дінаралық келісімдегі моделінің 3 компонентін айтуға болады. 3 қосындысын. Оның біріншісі діни еркіндік. Яғни өзге халықтар, ұлттар өзінің егер діни көзқарастарын, дін ұстанғысы келетін болса, барлық еркіндік бар. Екіншіден тіл тұрғысынан. Яғни Қазақстан халықтарының ассамблеясы тұрғысынан да осы жұмысты басынан қолға алды. Егер тіл сөйлеуге еркіндік берілген кезде, бұл жерде де қақтығыс болмайтын көрініс берді. Үшіншісі бұл 2 компонент өзі ғана болатын болса жетпейтін еді. Сонымен қоса Қазақстан 90 жылдан кейін экономикалық тұрғыдан үлкен жетістіктерге жетті. Инвестиция тарту, жаңа мынау өндіріс орындарын ашу деген секілді. Халықтың тұрмысы өте жақсарды бұл жылдарда. Бұл жетістік болды. Яғни ол әрдайым бір-бірімен байланыста жүру керек. Осы 3 компонент бір-бірімен байланыста жүрген кезде ол жерде берекет болады, бірлік болады, келісім болады. Жақсы ой айтып кеттіңіз, жалпы. Бұндай ойды мен бірінші естіп отырмын. Бұлар енді анализ қарайтын болсақ, айтып отқан көзқарасыңыз, ойыңыз өте орынды деп санаймын. Енді келесі бір бөлімге ауыспас бұрын, енді осыны қорытындылап кетсем, енді бізде Шәкәрім бабамыздың бір сөзі бар ғой, жаңағы дін адамда бір бауыр қылмақ еді, оны бөліп дұшпандық қару жасар, Інжіл, Құран бәрі айтып тұрса дағы, мағынасынан адасып қара басар дейді. Яғни ешқандай дін жалпы біреудің діни сенімін қорлауға, біреуді нәсіліне, тіліне, дініне, жаңағыдай ұлтына қарап төмен түсіруге оған жол бермейді. Жалпы бірінші кезде адамға адам ретінде қарауға, құрметпен қарауға, сыйлауға, көзқарасына қарамастан шақырады. Ол кез келген діннің концепциясында бар дүние деп айта аламыз.
Енді қазір жастарға бағана енді айтуды ұмытып кеттім, соны бір тоқтала салайын. Бізде жаңа әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бар, соның 453 бабына сәйкес, мысалы адам дініне алауыздық қоздыратын болса, ол өмірде болсын, жұмыста, көшеде, әлеуметтік желіде біреуге тіл тигізіп, діни сеніміне қорлап бағана айтқандай, онда егер барып шағымданатын болса, онда оған кәдімгідей штраф салынады, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Осыны құрметті оқырмандар біле жүрсеңіздер. Енді Руслан мырза, енді сіз қазіргі таңда конфессияаралық және дінаралық диалогтың халықаралық орталығында бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатсыз. Осы съезд бар, ең негізгі осы орталықтың айналысатын жұмыстарының бағыттарының бірі әлемдік діни лидерлер көшбасшыларының съезі деп айтсақ болады. Осы съезге қатысты менде бірнеше сұрақ болып отыр. Жалпы осы ұйымдастыру жұмыстарына тікелей атсалысып жатсыз, ақпараттық жұмыстарына, соның бел ортасында жүрсіз. Енді жалпы осы жалпы алғанда 2003 жылдан бастап келе жатыр ғой, жазбасам съезд. Алғаш съезді өткізу идеясы 2001 жылы көтерілді. Айтатын болсақ, сол кезеңнен бері қарай ғой. Шатаспасам, Рим папасымен кездесуден кейін. Әрине, Қазақстанға іссапары барысында алғаш көтерілген бұл бастама болды. Енді осы уақытқа өтіп келе жатыр ғой. Жалпы осы съездің жалпылама алған кезде оның мақсаты қандай, мәнісі қандай? Не үшін біз 3 жыл сайын өткізіп келе жатырық? Қоғамға беретін пайдасы, өзектілігі, жалпы соған бір тоқталып кетсеңіз. Жалпы бұл съездің өткізу идеясы сол 21 ғасырдың басында көтерілген деп айтсақ болады. Бұл жаңа ғасырдың бір хабаршысы болды. Осы Бржезинскийді айтып жатырмыз, Хантингтонды айтып жатырмыз. 20 ғасырдың соңы көптеген қақтығыстармен, көптеген келіспеушіліктермен көрініс тапты. Осы мәселелердің барлығын бір ортақ талқылайтын алаңға деген қажеттілік туындады. Өйткені біз өркениеттер қақтығысы деп айтқан кезде 20 ғасырдың соңғы 21 ғасырдың басында ортаға шыққан ең үлкен қақтығыс бұл Нью-Йорктағы 11 қыркүйектегі 2001 жылғы террорлық актісінде бұл діндердің ортасындағы қақтығысқа ұласып кетуі мүмкін екенін көрсетті жалпы. Енді осындай жағдайда діндерді бір диалог алаңында, бір алаңда жинау қажеттілігі туындады. Осы бастаманы алғаш болып Қазақстан қолға алды. Әлемде ол кезде ондай бір үлкен дәрежедегі бастама болған жоқ. Енді съездің ерекшелігі де сол, бұл алаң тек қана дін лидерлерін ғана жинайтын алаң емес. Біз көп жағдайда білместікке түсіп жатамыз. Бұл жерде ірі саяси қайраткерлер, ірі дипломаттар, халықаралық ұйымдардың жетекшілері де келіп жатады. Дәл сол секілді мынау өркениеттер альянсы біріккен ұлттар ұйымына қарасты, осы мынау Евроодақтағы ірі халықаралық ұйымдарды айтатын болсақ, осылардың барлығы да біздің съездің тікелей қатысушылары. Сонда съездің де ерекшелігі енді әрдайым дипломатия деп бар дейміз, саяси мәселелер ортада талқыланып жатады. Сонымен қоса съездің ерекшелігі оның рухани ішкі құрылымын толықтыру көп жағдайда. Өйткені дін лидерлері, ерушілері миллиардтан аса ерушілер бар, дін лидерлері келіп жатады. Мысалға біздің съезге папаның қатысуы, Иоанн Павелдан бастап папа Франциск 7-ші съезге қатысуы, Аттеевтің қатысуы, осы лидерлердің беделін қолдану арқылы әлемдегі қақтығыстарды, келіспеушіліктерді жою, яғни оны басталып келе жатқанда қолға алуды осы съезде көп жағдайда жүзеге асырылып жатады. Өйткені съезд барысында айтылған әрбір дін лидерлерінің сөзі, олардың бастамасы әлемге жайылады. Съездің қорытынды құжаттары, оның декларациялары, үндеулерінің барлығы біріккен ұлттар ұйымында тіркеледі. Яғни бұл лидерлердің бастамасымен көтерілген осы игі жақсы сөздер, жақсы бастамалар, ұстанымдар, ұсынымдар, барлығы ең үлкен дәрежеде қаралады деп айтсақ болады. Ерекшелігі де осы. Енді міне съезд 20 жылдан аса уақыт өткізіліп келе жатыр. Міне
2003 жылы бірінші съез өткізілді. Міне бұйырса 2025 жылы 17-18 қарашада 8-ші съез өткізілгелі отыр. Осыдан бұрынғы өткен 7 съезді қарайтын болсақ, ең алғашқы съезге әлемнің 13 мемлекетінен 18 ғана делегация қатысқан болатын. Соңғы съезге әлемнің 50-ден аса елінен 110-дай делегация қатысты. Яғни съез өзінің өміршең екенін, әлемге қажет екенін көрсетті. Осы съездің қорытындысында, 7-ші съездің қорытындысында нақты көрінді. Съездің барлық жұмысы, бастамасы игі, жақсы бағытта екені, бұл ары қарай жалғасу қажет екені. Жалпы пікіріңізбен келсем, енді осы съездің маңызы бұл енді тек елімізде ғана емес, жалпы халықаралық және әлемдік деңгейде осы дінаралық қарым-қатынас, конфессияаралық қарым-қатынас нығайтуда енді маңызы зор. Енді осы көріп жүрміз, осы съездің барысында көптеген діни лидерлерді көрдік. Рим папасының өзі жақында қайтыс болды. Ол кісі де осы 22-ші жылғы съезде қатысқан болатын. Енді аты жөнін нақты есімде жоқ. Бұдан бөлек әртүрлі әр діндердің енді өзінің лидерлері келіп қатысып жатыр, көріп жатыр. Олардың жаңағыдай баяндамаларын, үндеулерін елімізде Астананың төрінде айтып жатыр. Барлық үндеуге үлкен жетістік деп білемін. Себебі енді осы діндердің қаншама ұстанушылары бар, ал белгілі бір деңгейде осы жалпы адамзатты десек болады, осы Астананың төрінде отырып, жаңағыдай бірлікке, татулыққа, қоршаған ортаны қорғауға деген секілді әлемдік деңгейдегі үлкен мәселелерді қозғап, соған үндеп жатыр, шақырып жатыр. Бұл енді біздің бұдан бөлек Қазақстанның енді сыртқы жаңағы имиджіне де оң әсерін береді деген ойдамын. Енді осы мына съездің барысында, 7-ші съездің барысында Рим папасы Францисктің баяндамасын қарайтын болсаңыз, үндеуін қарайтын болсаңыз, Абайдың философиясына тікелей жаңағы сілтемелер жасалынды. Абайдың философиясын терең меңгергенін, яғни соның ішіндегі адамгершілік бастамалардың барлығына үндесіп жатқанын байқауға болады. Ол кісінің осы баяндамасы бүкіл әлемдегі католиктерге тарады. Бүгін миллиардтан аса католик бар дейтін болсақ, әрбір папаның сөзі, әрбір үндеуі осы әлемдегі католиктерге таралып отыратын байқауға болады. Енді осы жерде Қазақстанның танылуы, осы жерде Абай философиясының сөз етілуі, ол Қазақстанның тек қана имидж емес, сонымен қоса бір бүгінгі таңда Астананың өзін алатын болсақ, рухани дипломатияның бір орталығы болғанын көрсетеді. Керемет айтыңыз. Енді мынау жыл сайын съез өткізіледі дедік қой. Жалпы осы енді 2025 жылының күзде, қыркүйек айында ма? Қыркүйек айының 17-18-де осы әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің съезі өтеді. Осы съездің алда келе жатқан бұған дейінгі съездерден ерекшелігі қандай? Жалпы егер құпия болмаса, қандай мәселелер, қандай тақырыптар көтеруді жоспарлап отырсыздар деген секілді осыған тоқталып кетсеңіз. 2022 жылы 7-ші съез сәтті өткен кезде, осы съездің барысында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 2023 және 2030 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы қабылданған болатын. Осы бүгінгі күнге дейін қарайтын болсақ, съездің өзінде бірнеше институт жұмыс істеп келе жатыр. Ол жыл сайын өтетін съездің хатшылығы, 22 хатшылық өтті бүгінгі таңға дейін. Сонымен қоса хатшылықтың жұмыс тобы. Бұл жұмыс тобы 10-12 адамдық жаңағы құжатты дайындайтын, бұл кәдімгідей бір институт деп айтсақ болады. Сонымен қоса жаңағы хатшылығының өзі жылда кем деген кезде 40 елден 70-80 делегация жинап отырады. Яғни бұл тікелей съезге дайындық барысындағы институттар. Дәл сол секілді осы қабылданған тұжырымдамада 2-3 негізгі бастама көтерілді. Ол съездің ізгі ниет елшілері жеке институт ретінде енгізілді. Екіншісі аға буын мен жас буынды бір-біріне ұштастыру, оларды бір жаңағы үстел басында жинау мақсатында жас дін лидерлері форумын өткізу бастамасын президентіміз тапсырған болатын.
Осы екі бастама жалпы осы 2024 жылы бірінші рет өткізілді. Биыл осы үлкен деңгейде екінші рет қайтадан өткізілейін деп жатыр. Биыл Жастың лидерлер форумының екінші форум өткізіледі. Және сонымен қоса осы ізгі ниет елшілері өзінің жұмысын ары қарай жалғастырады. Бұйырса жаңа ізгі ниет елшілері тағайындалады биыл. Бұл кісілердің биылғы ерекшелігі съездің алдыңғы жылы тағайындалған ізгі ниет елшілері съездің идеясын әлемге жайды бір жыл бойына. Биыл ол жұмысты ары қарай жалғастырады. Одан кейін әлемнен жас лидерлер жиналғалы отыр. Ауқымы алдыңғы жылдан әрине артып келе жатыр. Өйткені өте үлкен қызығушылық болды. Алдыңғы жыл бірінші рет өткізілген осы жас лидерлер форумы үлкен қолдауға ие болды. Сондай-ақ биылғы жаңа бір ерекшелік, екі жаңа отырыс өткізілмек съездің аясында. Бұл Өркениеттер альянсы, Біріккен ұлттар ұйымының Өркениеттер альянсымен бір отырыс өткізілмек, бір секция. Сонымен қоса сарапшылар кеңесі деген жаңа отырыс өткізілмек. Мысалға съезде біз әрдайым жоғарыда да айтып өткендей, дипломаттар, саяси қайраткерлер, саяси лидерлер, мысалға діни лидерлер барлығын жинайтын алаң. Сонымен қоса биылдан бастап бұл жерге әлемнен ірі ғалымдар да атсалысып, олар да қатысқалы отыр. Бұл үлкен зерттеулерді, үлкен ғалымдардың көзқарастарында осы бір съезбен ұштасатынын көрсетіп отыр. Бұл съездің үлкен деңгейдегі бір бастамасы болып отыр. Жақсы. Енді осы өзінде қатысқан болатын, жас діни лидерлер съезін көрдік. Жалпы ол кезде де енді сол дін өкілдерінің, жас лидерлерінің жаңағы баяндамаларын, үндеулерін тыңдадық. Жалпы бүгінгі енді жастардың көзқарасы басқаша әрине. Олар жаңағы тың идеяларға толы болады, жаңашылдық әкелуге тырысады. Жаңағыдай көптеген күрделі өзекті мәселелерге олар шешу жолдарын басқаша көреді, басқа қырынан көреді. Аға бұл мүмкін оларды сәл түсінігі, құндылықтары сәл басқа болуы мүмкін. Енді әрине барын діни сенім бір ғой, бірақ дегенмен енді жас болғаннан кейін бір ерекшеліктер байқалады. Енді сол себепті де мен ойлаймын, бұл осы жаңа бастаманың маңызы өте зор. Өйткені қазіргі әлемде өте жылдам дамып жатыр дейміз, ақпарат заманы дейміз, мәселелердің шешімдеріне басқаша қарау қажет. Бұл өте маңызды. Өйткені екі ұрпақ қой, көрдіңіз, бұл жерде аға буын, бұл дәстүрлі құндылықтарды, бұл бейбітшіліктің, диалогтың құндылығын білетін ұрпақ. Ол 70-ші жылға дейінгі дәстүрлі қоғам. Сонымен қоса мынау 2000-ші жылдардан кейінгі технологиялық революцияның кезінде, технологиялық өзгерістердің кезінде, былай айтқан кезде смартфонмен туған қоғам. Сондай бір терең, жылдам өзгерістердің дәуірінде бір рухани құндылықтарды тіпті меңгеруге үлгермей жатқан ұрпақ қой. Қазір осы екі ұрпақтың ортасындағы диалог қой бұл жерде. Яғни бұл тек қана біз жаңағы диалог ол аға буынның ортасында ғана болатын нәрсе емес, сонымен қоса ұрпақтардың ортасында да диалог болу керек. Бұл Қазақстанның да ерекше бастамасы болып отырғаны екі ұрпақтың ортасындағы диалогты көтеріп отыр. Жастың лидерлер форумының да ерекшелігі бұл жерде осы. Енді бір соңғы сұрағымды қоя кетсем, енді әрине бағанадан бері біз осы діни толеранттылық туралы айтып жатырық, жаңа конфессияаралық қарым-қатынасқа тоқталдық, жалпы съезге тоқталдық. Енді жалпы кез келген дін біреуге қиянат жасауға немесе біреудің сенім қорлауға бағана айтқанда шақырмайды. Енді дегенмен әртүрлі жағдайларды көріп жатамыз. Әлемдік деңгейде де қасиетті кітаптарды өртеп кету, тағы да жаңағыдай дінаралық дау-дамайлар деген секілді байқап жатамыз. Әрине жиі орын алып жатыр деп айтпай ақ қойын, бірақ ондай жағдайлар куә болып жатырмыз. Енді осында дүниелер, құндылықтар, идеялар қанша насихатталып жатқанымен неге әлі де осындай дүниелер орын алып тұрады? Бұның себебі неде деп ойлайсыз өзіңіз, бір жеке көзқарасыңыз, ойыңыз? Мысалы, Құран өртеп кетіп жатады, тағы басқа деген секілді, немесе кәдімгідей бір дінге деген бір өшпенділік пен жауыздықпен қарап жататындар бар. Бұл жаңағы
мынау қоғамның құрылымындағы ерекшеліктер шығар бұл қабылдай білу және сыртқа итеру. Енді біраз философиялық сұрақ болды бұл. Философиялық сұрақ болды, мына тұрғыдан айту керек. Терең руханияттың, адамгершіліктің, адамсүйгіштіктің, төзімділіктің ерекшелігі деген бұл нәрселердің барлығын осы диалог келісім арқылы шешу деген нәрсе. Менің Құранымды өртеді, менің Библиямды өртеді деп келесі күні барып бір топ қару қолданатын болса, ол одан сайын өшпенділікті тудыртады. Өшпенділік әрдайым өшпенділікті тудыртады. Сондықтан бұл жерде біздің президентіміз де Біріккен ұлттар ұйымының сессиясында болған сөзінде осы мәселені көтерді. Қасиетті кітаптарға деген құрмет, ол ең үлкен құрмет, ең үлкені. Біз бұны әрдайым ұстануымыз керек. Бір кісі қасиетті кітапты өртеді деп оған қарсы жаугершілік, жауыздық, ол жаңа бір жауыздықтың себебі болуы мүмкін. Мынау дін лидерлерінің осындай алаңдарда отырып үндеу жасауы, бұл сол жаңағы дипломатияның, рухани дипломатияның бір жақсы бір көрінісі. Әрбір діннің өзегін қарайтын болсақ, мейірімділік арқылы, өзіңе баурау арқылы, өзіңе тарту арқылы осы нәрселерді тоқтата білу. Сезім де ерекшелігі сол. Біздің дін лидерлерінің де істеп жатқан осы бастамасы осы деп ойлаймын. Бұл философиялық сұраққа енді философиялық тұрғыдан жауап болды. Бірақ тек қана шешімі осы секілді. Ал бұл мәселені жүзеге асыруда әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің атқарып жатқан жұмысы өте жоғары деңгейде. Өйткені әрбір бастамасы міне біздің президентіміз арқылы Біріккен ұлттар ұйымының трибунасына дейін жетіп жатыр. Рахмет. Енді бүгінгі подкастымызды қорытындылайтын болсақ, жалпы енді Абай атамыздың сөзімен қорытындылауға болады деп ойлаймын. Бір ғана сөз, ол адамзаттың бәрін сүй, бауырын деп, яғни дініне, нәсіліне, тегіне, ұлтына қарамастан барлық адамға бірдей қарай алуымыз қажет. Яғни дін дегеніміз бұл қатыгездік емес, дін деген агрессия емес, бұл экстремизм, терроризм емес. Бірінші кезекте дін бұл сүйіспеншілік, махаббат, ғашықтық деп айта аламыз. Жалпы бүгін енді өте бір пайдалы сұхбат болды деп санаймын. Өзіме де жаңағыдай көптеген тың ақпараттарды, ойларды, идеяларды алдым өзіңізден. Енді осы конфессияаралық келісімді сақтау бағытында жасап жатқан жұмыстарыңыз берекелі, нәтижелі болсын. Тек сәттілік тілейміз. Осы шақыртуыңызды алып келгеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті тыңдармандар, көрермендер, сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы уақытта да осы дін тақырыбындағы өзекті мәселелерге подкасттарымыз, шығарылымдарымыз шығатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.